Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай май құрттың жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен қазанымызға 2-3 ас қасық май салып ерітеміз. Одан соң үстіне сүзбемізді саламыз. Мен бұл жерде 2 килограмм сүзбе салдым. Сүзбемізді салып алған соң үнемі араластырып тұрамыз, асты жабысып қалмауы қажет. Отымызды баяу отқа қойып қайнату керек. Өйткені бұл қатты отта қайнаса қатайып кетеді. 1-1,5 сағаттай қайнайды. Қайнап жатқан құртты 5 минут сайын асты жабысып қалмау үшін араластырып тұру қажет. Құртымыз осылай қайнаған кезде ақырындап суы тартылып, қоюлана бастайды. Сол кезде үстіне қант саламын. Мен бұл жерде 500 грамм қант салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салсаңыз болады. Мен тәтті ұнататын болғандықтан осылай қантты көбірек салдым. Қант салған соң құртымыздың түсі осындай қоңырқай түске енеді. Суы тартылып дайын болады. Қазақтың ұлттық тағамы май құртты міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеом пайдалы болса, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.